Жан тану ғылымының бірінші тарауының 6 бөлімі. Ruhaniyatım Ercan İlyaslı, Туғанатым Ercan İlyaslı, Ruhaniyatım Murat Kешиямыдасы. Шири-ширмадачи Бактыбдан Смайын Правопаданың жазғаны ағылшын тілінен қазақшылап талқыламақшымын. 28 ақпан 2021 жыл. Өлі өнері. Бұқаралық ақпарат құралдары өлім мен жәбір-жапа жайында жаппай жариялап жүрсе де, өлім мен өлу сәтін үстірт түсінеміз. Бойында күш қуаты мол кезінде қашып құтылмас ажалдың жалаңаш шындығын ұмытатын ақымақ, өмірдің нағыз проблемалары туралы маңызды сұрақтарды сұрастырмайды, деп ескерген Шила Прабхупада алғаш 1960 жылы 20 сәуірде Бектуғат журналының ескі газет нұсқасында басылған осы очеркінде ежелгі Шримад Бхагаватам ілімі өлімді жеңу мүмкін бе деген сұраққа жауап беріп қана қоймай, сонымен қатар жан тану ғылымын іс жүзінде қолдануды үйретеді деп түсіндіреді. Әкесіне серуендеп жүргенде жас баланың тоқтаусыз қоятын көптеген ерсіз сұрақтарына әкесі дұрыс жауаптар бере білуге тиіс. Жанұялы жас әке кезінде қасынан қалмайтын екінші ұлым жүздеген сұрақтарын жаудырушы еді. Бір күні біз отырған трамвайдың жанынан өтіп бара жатқан үйлену тойы шеруін көрген 4 жасар ұлым әдетінше бұл не деп сұраған еді. Үйлену тойы шеру жайында қойған 1001 сұрағына барынша жауап алып, ақыры әкесінен өзіңіз үйлендіңіз бе деп сұраған бала қарқылдап ду күлген ересектердің неге күлгенін түсінбей аң-таң тына қалып, әйтеуір әкесінің үйленгенін естігеніне дән риза болған еді. Рационалды жануар болып саналатын адамның сұрақтарды сұрастыру үшін туатынын осы оқиғадан үйренеміз. Неғұрлым көбірек сұрақтар сұрастырсақ, білім мен ғылымда соғұрлым алға баса түсеміз. Бүкіл фәни өркениет жастардың үлкендерге қоятын осы әуелгі орасан көп сұрақтарына негізделген. Жастардың сұрақтарына үлкендер дұрыс жауап берсе, өркениет алға қарай адымдай түседі. Ал ең зерделі интеллектуал өлімнен кейін не болатынын сұрастырады. Зердесі аздар мәні аз сұрақтарды сұрастырса, керісінше зердесі кеңдер мәні терең сұрақтарды сұрастырады. Бүкіл жер жүзінің осы ұлы императоры ең зерделі Парикшит Махараджа күтпеген жерден бір брамананың ұлының қарғысына ұшырап, 7-ші күні жыланның шағуынан өлуге мәжбүр болады. Парикшит Махараджаны қарғаған брамана әлі бала болса да өте құдіретті еді. Және ұлы патшаның маңыздылығын білмей ақымақтығымен 7-ші күні жылан шағып өлтірсін деген деп қарғап сілейді. Абайсызда әкесін ренжітіп алған үшін баласының патшаны қарғап сілегенін естіген әкесі баласының қылығына қатты өкініп оқу жеді. Қарғысқа ұшырағанын естіген сәтте патша сән-салтанатты сарайын тастап, төніп келе жатқан өлімге дайындалу үшін астанасына жақын жерде ағып жатқан Ганга өзенінің жағасына аттанады. Ұлы патша болғандықтан ажалды тәнін тастар алдында ауыз бекіткен патшаның жанына ұлы данышпандар мен ғұлама ғалымдар түгел дерлік жиналады. Ақырында сол кезеңнің ең жас әулиесі Шукадев Госвамида келіп жетіп, ұлы ғұлама әкесінің де қатысуына қарамастан сол жиынды басқаруға бір ауыздан сайланады. Шукадев Госвамиға сый құрмет көрсете терден орны сынған патша өзінің 7-ші күні ажалды дүниеден өтуіне қатысты маңызды сұрақтарды сұрастыра бастайды. Бүкіл әулеті ұлы бақталар болған пандавалардың лайықты ұрпағы ретінде ұлы патша ұлы данышпан Шукадевға қадірлі мырзам, ұлы йогилардың ішіндегі ең ұлы йоги болғандықтан осы өлім сәтіндегі парыздарымды қалай өтеуім керектігін мойынсұна сұраймын. Осы ажалым жақын сын сағатта не істеуім керек? Қадірлі мырзам, қазір нені тыңдап, кімге табынып, кімді есімде сақтауым керек? Өзің сияқты ұлы данышпанның жанұялы отбасының үйінде көп кідірмейтіндіктен, ажалым жақындағанда аяныш таныта келуің бағымды жандырды. Жақындағанда маған аяныш таныта келуің бағымды жандырды. Осы сын сағатта өсиеттеріңді бере көр деп маңызды сұрақтарды сұрастырады. Патшаның жанға жайлы сұрақтарына ұлы данышпан беделді жауап бере бастайды. Өйткені ұлы ғұлама йоги әрі тәңіри қасиеттері бойында тұнып тұрған Шукадев Госвами Веда шастраларын алғаш құрастырушы Бадараянаның
яғни Вьясадеваның лайықты ұл баласы еді. Қадірлі патшам, сұрастырған сұрақтарым өте орынды және барлық уақытта бүкіл адамзатқа игілік әкеледі. Бүкіл веда білімінің тоғытер мәні болып табылатын Веданта даршана ілімдері қуаттайтындықтан және атмавид саммата болып саналатындықтан, мұндай сұрақтар ең маңызды мәселелерді қамтиды. Басқаша айтқанда, ішкі жан дүниелерін толайым танитын азат жандар Браман жайында тереңірек түсіну үшін осындай маңызды сұрақтарды сұрастырады, дейді Шукадев Госвами. Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадева құрастырған ұлы Веданта сутраларға, немесе Шарирака сутраларға табиғи түсіндірме. Веда шастраларының шаршыңы болып саналатын Веданта сутралар рухани білімнің бақи пәніне қатысты ең маңызды мәселелерді талқылайды. Осы ұлы трактатты құрастырғанына қарамастан, Шрила Вьясадеваның ақыл-ойы қанағат таппайды. Сонан соң рухани ұстазы Шри Нарадамен кездесіп, Құдайдың жеке дара тұлғасын сипатта деген кеңесін алған Вьясадева, бхакти-йога ұстанымына, медитацияға шомуының арқасында хақ пен салыстырмалы маяның арасындағы айырманы айқын аңғарады. Осы екі хақиқаттың айырмасын әбден ұққан Вьясадева, Парикшит Махараджаның өмірінен алынған шын тарихи деректерден басталатын ұлы хикаяны Шримад Бхагаватамды, тамаша Бхагаватамды құрастырады. Атхады Брахма Джижнаса, енді бақи Браман туралы сұрастыратын кез келді деген Браман туралы маңызды сұрақтан басталады Веданта сутра. Бойында күш-қуаты мол кезінде қашып құтылмас ажалдың жалаңаш шындығын ұмытатын ақымақ, өмірдің нағыз проблемалары туралы маңызды сұрақтарды сұрастырмайды. Ажал аяқтарын әр сәт сайын көріп жүрсе де, ешқашан өлмейміз деп ойлайды. Жануар мен адам арасындағы айырма осы. Теке тәрізді жануар ажал қаупі төніп келе жатқанын сезбейді. Жанындағы текені сойып жатса да, келесі кезекте өзінің сойылатын білместен алдына салған шөп қалданып жайбарақат күйсеп тұра береді. Керісінше, қас дұшпаны жақынын өлтіріп жатқанын көрген адам құтқару үшін айқасады, немесе мүмкін болса қашып құтылады. Адам мен теке арасындағы айырма осы. Өлімнің өзімен бірге туатын, тәннің әр сәт сайын өлетін және өмірден өткен сәтте соңғы соққыға жығылатынын білетіндіктен, зерделі интеллектуал келесі өмірге, яғни қайталана беретін туу мен өлім дертінен азат етілуге дайындалады. Керісінше, табиғат заңдарының мәжбүрлеуімен көптеген туу мен өлім шеңберінен өткеннен кейін ғана осы адами тіршілік тәніне еленетінін білмейтін ақымақ, тумайтын, өлмейтін тірі жанның мәңгі тіршілік ететінін де білмейді. Өзінің мәңгі бақи тәңірі табиғатын хақ бітіммен бір сапалас екенін ұмытып, фәни табиғатпен жанасуының салдарынан тірі жан сырттан мәжбүрлеп енгізілген туу, өлу, қартаю және ауру қасіреттеріне ұшырайды. Адами өмір осы мәңгі бақи хақиқатты білуге мүмкіндік беретіндіктен, Веданта сутра осы бағалы адами өмір тәніне еленгендіктен, Браман деген не, хақ деген не деген сұрақтарды сұрастыру шарт деген кеңестен басталады. Жас кезінен бастап анасынан, әкесінен, ұстаздарынан, профессорлардан, кітаптардан, тағы сол сияқты көптеген дерек көздерден өзінің мәңгі бақи өміріне қатысы жоқ көптеген орынсыз сұрақтар жайында сұрастыратын зердесіз ақымақ өзінің шынайы өмірі жайында шын мәлімет алмайды. 7-ші күні өлетінін естіген Парикшит Махараджа келесі өмірге дайындалу үшін патша сарайын сол сәтте тәрк етті деген едік. Өлімге дайындалу үшін патшаның қарамағында кемінде 7 күн болды. 7 күні болды. Керісінше, ажалдан қашып құтылмайтынымызды білсек те, біз қай сәтте өлетінімізді дәл білмейміз. Бәлкім, келесі сәтте өліп кететін шығармын. Қашан өлетінімді дәл білмеймін. 5 минутта өлетін тіпті Махатма Ганди іспетті ұлы тұлғада, оның ұлы серіктері де алдын ала болжап біле алмаған. Кемшіндеріне қарамастан, осындай джентльмендер ұлы жетекшілеріміз деп мақтанады. Жануар білмейтін өлім мен өмір туралы білімді адам біледі. Жануар мен адам арасындағы айырма осы. Адам атына шынымен лайық адам, мен кіммін? Бұл өмірге қайдан келдім? Өлгеннен кейін қайда барамын? Өзім қаламасам да, үш жақты азаптардан неге қатерет шегемін деген сұрақтарды сұрастырады. Жастайынан не болса соны сұрай бергенімен,
ömürдің шын мәні жайында ешқашан сұрастырмайтын адамды жануар дейді. Барша тірі жандар ішіп жеу, ұйықтау, қорғану және жыныс қатынасына түсу арқылы тіршілік ететіндіктен, осы төртеуімен айналысатын жануар мен адам арасында айырма жоқ. Тек адами өмірге ғана берілетін мәңгі өмір мен бақи брахман жайында маңызды сұрақтарды сұрастыру қабілетін дәл қазір қолданбасаң, адами өмірге берілген мәңгі өмірді зерттеу мүмкіндігінен айырыласың деп кеңес береді Веданта Сутра. Егер мәңгі өмір жайында маңызды сұрақтарды қазір сұрастырмасақ, табиғат заңдары мен жануарлар әлеміне қайтара аламыз. Сондықтан ішіп жеу, ұйықтау, қорғану, жыныс қатынасына түсу және түсу тәрізді фәни ғылым салаларында алға басқан сияқты көрінсе де, ақымақ ғалым табиғат заңы бойынша ажалдың қатыгез құрығынан қашып құтыла алмайды. Табиғат заңы ізгілік, құмарлық, надандық деген үш күнәнің ырқымен қарекет етеді. Ізгілік күнәсінің ырқындағылар өмірдің анағұрлым жоғарырақ рухани деңгейіне жоғарылайды. Құмарлық күнәсінің ырқындағылар фәни әлемдегі орындарында қалады. Надандық күнәсінің ырқындағылар өмірдің төменгі түрлеріне құлдырайды. Өмірдің қажетті ұстанымдарына қатысты маңызды мәселелер жайында білім бермейтін бүгінгі адамзат өркениеті өте қауіпті. Табиғат заңдары өлімге жазатынын жануарларға ұқсас ақымақтар білмейді. Біреуіз көк шөпке я көңілді сияқты көрінетін өмірдің қызығына алданып, қасапханада ажалын қаперсіз күтіп тұра беретін текеге ұқсайтын аянышты күйдегі надандарды Бектігөткет журналының көмегімен момын басымызды кішіретіп, шамамыз келгенше құтқаруға құлшынудамыз. Бұл өлімді өзіміз ойлап шығарған жоқпыз. Егер хақиқат заманы туар болса, сол заман осы Бектігөткет журналынан басталады. Шри Шукадев Госвамидің айтуынша, өз жанұясына, қоғамына, ұлтына, еліне, я бүкіл адамзатқа байланып, қасапханада сойылуға арналған текеге ұқсап ішіп жеу, ұйықтау, қорқу және жыныс қатынасына түсу сияқты хайуани өмір проблемалары мен қажеттіліктерінің қамын ойлаудан аспайтын және браман тану ілімін білмейтін Грехамети жануардан артық емес екен. Тәни, саяси, экономикалық, мәдени ағарту, ғылыми, тағы сол сияқты өткінші фәни тақырыптар туралы сұрақтарды сұрастырғанымен, керісінше егер бақи өмір ұстанымдар жайында сұрастырмаса, тізгінсіз сезімдерінің жетегіне еріп, құрдымға құлағалы тұрған көрсоқырға тең Грехамети осылай сипатталады. Грехамети, керісінше Грехаскаға қарама-қайшы. Рухани жанұялы өмір баспанасы болып саналатын Грехаска ашрамы мен дүниені тәрк еткен саньяси өмірі арасында айырма жоқ. Мәселе жанұялы Грехаска немесе дүниені тәрк еткен саньяси болуды емес. Маңызды мәселе орынды сұрақтарды сұрастыруда. Маңызды сұрақтарды сұрастыруға ынтасыз саньяси, жалған саньяси. Керісінше маңызды сұрақтарды сұрастыруға ынталы жанұялы Грехаска шын ниетті білімдар болып саналады. Керісінше Грехамети тек хайуани қажеттіліктерін алуға ынтық. Табиғат заңы бойынша Грехамети азапқа толы өмір сүрсе, керісінше Грехаска бақытқа толы өмір сүреді. Бірақ бүгінгі адамзат өркениетінде Грехаметилер өздерін Грехаскамыз деп алдайтындықтан кімнің кім екенін айыра білуіміз шарт. Күнәға толы өмір сүретін Грехамети рухани жанұяда қалай өмір сүру керектігін білмейді. Өзінің іс-қарекеттерін бақылап басқарып отыратын жоғарғы күштің өзіне бағынбайтынын және өлгеннен кейін қайтадан қайда туатынын білмейді. Келешегін көрмейді және маңызды сұрақтарды сұрастыруға зауықсыз. Грехаметиді ерекшелейтін жалғыз қасиеті өткінші тіршілігімен жанасуының салдарынан жалған нәрселерге байланып кісендерімен бұғауланған. Түнімен ұйықтайтын немесе әйелдермен арақ шараптарға толы кинотеатр, клуб, казино, ойынханалар сияқтыларда жыныс қатынасына деген сан алуан іңкәрліктерін қанағаттандырудан көз ашпайтын мұндай Грехаметилер қымбат уақыттарын текке кетіреді. Күндіз қымбат өмірлерін ақша жинауға немесе егер жеткілік ақшалар болса, жанұя мүшелерінің тұрмысын жақсартуға жұмсауға текке кетіреді. Табыстары молайған сайын өмір сүру деңгейлері мен талаптары да қоса молая беретіндіктен ақшаларын шексіз жұмсай беретін Грехаметилер ешқашан тоймайды. Осылай экономикалық даму өрісінде шексіз мәсекелесе беретіндіктен адамзат әлемі бейбіт тыныш емес. Бәрімізде қалай ақша тауып, қалай жұмсасам деп абыржып абдырасақ та, түбінде табиғат ананың мейір шапағатына тәуелдіміз. Құрғақшылық салдарынан егін шықпай қалса немесе Құдай қиыншылықтар жіберсе,
beshara joba жасаучы саясаткер қатыгез табиғатты кінәлап, табиғат заңын кімнің қалай басқаратынын зерттеуден үзілді-кесілді бас тартады. Алайда Бхагавад-гита табиғат заңдарын Құдайдың хақ тұлғасы билейтінін түсіндіреді. Табиғат пен табиғи заңдарды бір Құдай билейді. Кейде табиғат заңын үстіртін зерттейтін атаққұмар құдайсыздар сол заңдарды кімнің жасайтынын еш білгілері келмейді. Табиғат заңдарын билейтін Құдайдың хақ тұлғасының тіршілік ететініне олардың көбісі сенбейді. Оның орнына түрлі элементтердің харекеттесуіне көбірек көңіл бөлетін олар сол харекеттесулердің іске асуына себепші ең жоғарғы ерікке мән бермейді. Мұндай маңызды сұрақтар мен жауаптар ойларына кіріп те шықпайды. Алайда Веданта сутраларының екіншісі түптің түбінде түп тұлға болып табылатын жоғарғы Браманнан бүкіл жаратылыс туады деп Браман туралы ең маңызды сұраққа жауап береді. Ақымақ грехемет иеленген тәнінің өткінші екенін білмеумен қатар, күнделікті көз алдында өтіп жатқан күйбең тіршіліктің де шын мәнін көрмейді. Әкесі, шешесі, туыстары, көршілері сияқтылардың өлгендерін көріп жүрсе де, жанұяның тірі жүрген мүшелері де өле ме екен деген маңызды сұрақтарды сұрастырмайды. Жанұя мүшелері мен өзімді ертелі-кеш өлерміз деп ойлайтын кездері де болады. Қауым, қоғам, ұлт тағы сол сияқты жанұя драмаларының бәрі де тек мәңгі құны жоқ ауадағы өткінші көпір шыққан екенін білсе де, осындай өткінші нәрселердің соңына түсіп маңызды сұрақтарды сұрастырмайды. Өлгеннен кейін қайда аттанатынын білмейді. Жанұясының, қоғамының, ұлтының уақытша қамышын қинала еңбектенгенімен, осы өмір кезеңінен өтетін өзінің де өзгелердің де келешектерін ешқашан ойламайды. Пойыз вагоны іспетті жолаушы көліктерінің бірінде әлдебір бейтаныс жолсеріктермен кездесіп, қысқа уақыт бірге отырсақ та, жетер жерімізге жеткен соң көріспеске қоштасатынымыз секілді, фәни әлемдегі ұзақ сапарымызда да аталмыш жанұя, ел, қоғам дейтін уақытша орынға иеленгенімізбен, уақытымыз өткен соң еріксіз бір-бірімізбен көріспеске қоштасамыз. Фәни әлемдегі уақытша орындарымызбен сол орындардағы сапарлас достарымызға қатысты көптеген сұрақтар болса да, ақымақ грехемети мәңгі табиғат жайында ешқашан сұрастырмайды. Мәңгі табиғатқа қатысты нәрселерді қазғалпында білмейтін бәріміз қоғамдағы дәрежемізге сай мәңгі жоспарлар құрудан жалықпаймыз. Бүкіл әлемге таралушы тұлғасы Браман тану рухани культін уағыздап, қоғамдағы осы надандықты жою үшін аянбай арпалысқан Шрипада Шанкарачарья ашынып, балалар ойынға салынса, жігіттер қыздармен аталмыш махаббат сымақтарының қызығына батуда. Ал тіршілік үшін жанталаса арпалысудан жеңілген шалдар енді қалған өмірлеріне бейімделу амалын ойлаумен бастарын қатыруда. Қап әттеген ай, Браман тану, хақ тану ғылымына қатысты маңызды сұрақтар сұрастыруға ешкімнің дайындалмауы неткен өкінішті десеңізші, деп күйінген екен. Парикшит Махараджаның сұрастырған маңызды сұрақтарына Шри Шукадев Госвами мынадай кеңес береді. Тасмад барата сарватма Бхагаванишвара Хари Шротавя кирти табяшча смартавя шешчата бхаям. О Бхаратаның ұрпағы, бүкіл байлыққа бүтінде ие, ең сүйсіндіруші Құдайдың түп тұлғасы туралы сұрастыру, тыңдау, мадақтау және есте сақтау ажалды пенделердің парызы. Тірі жанды тәуелді тіршілік шырмауынан тек бір өзі ғана босата алатын Құдайды Хари деп атайды. Егер тәуелді тіршілік шырмауынан шыққымыз келсе, онда хақ туралы маңызды сұрақтарды сұрастыруымыз шарт. Осындай сұрақтарымызбен риза болсақ, Тәңір Хари бізді толайым азат етеді. Құдайдың хақ тұлғасын мадақтау мақсатымен Шри Шукадев Госвами 4 сөзді қолданады. Бұл 4 сөз хақ тұлғаны пара браманды қасиеті жағынан өзімен бір сапалас, өзге тұлғалардан ерекшелейді. Құдайдың хақ тұлғасын бүкіл әлемге таралушы сарватма деп атайды. Себебі жұрттың бәрі бірдей түсіне бермесе де, бүкіл тіршілік Құдайдың бойында орналасқан. Өзінің толық өкілі болып табылатын параматма кейбінде әркімнің жүрегінде әр жеке даражаның жанында орналасқандықтан, Құдайдың түп тұлғасы әр жеке даражанымен жақын сырлас қатынас құрады. Құдаймен осы мәңгі бақи жақын сырлас қатынасымызды ұмытуымыздың салдарынан есте жоқ ескі заманнан бері тәуелді тіршілік кешудеміз. Бірақ Құдайдың түп тұлғасы Бхагаван болғандықтан, өзіне берілген бақтасының жалынышын ести сала жауап қайырады.
Onun üstüne kemel tılga bolganlıktan Bagabanın baylığı, kışı, ataq dağıngı, suluğluğu, bilimi men terk etüü, jeke derejan üçün baqi şartlıqtın sarqılmaz bastav közleri bolup tabıladı. Orsatalgan sanalıvan bağ devletler özge tövelci jandardın boylarında kemel bolmasa da, sol kemelimiz bağ devletler de jeke derejanı da süýsündürüp, elektirip äketedi. Äýtgenmen, mınday kemel emes bağ devletlerden qanagat tapaytyn jeke derejan önemi kemel bağ devletlerdi izleydi. Құдайдың тыптылғасының сұлулығына білімімен тәрк етуіне ешкім тең келмейді. Бәрінен жоғары тұратын Құдай иш бара, жоғарғы әмірші. Қазір біз осы ұлы патша полициясының бақылауындамыз. Заңына бағынбауымыздың салдарынан полицияның бақылауына алындық. Бірақ өзі хари болғандықтан Тәңір тәуелді өміріміздің жамылғысын сыпырып алып, өзінің рухани әлемінде бәрімізге толық бостандық бере алатындықтан, Тәңір хари туралы маңызды сұрақтарды сұраштыру арқылы Құдайға қайтарылу әрқайсымыздың міндетіміз.